Қайырлы күн, құрметті көрермен. Сәрсенбінің сәтінде YouTube жобасының кезекті қонағы Шәкәрім Құдайбергенұлы атындағы гимназияның 10-шы сынып оқушысы Виктор. Қайырлы күн, менің атым Виктор. Мен Шәкәрім атындағы мектебінде 10-шы сыныбында оқимын. Жақсы, Виктор, ал сен ең әуелі сұрақтан бастасақ, қазақша қалай үйрендің? Қазақша мен бұрын балалық шақтан бастап қазақ тілінде оқытатын балабақшаға барғанмын. Содан кейін қазақ сыныбына түстім. Сол жерде 6-шы сыныбына дейін оқығанмын. Солай қазақ тілін жылдан жылға сөйлесіп, қазақ тілінде солай үйрене бастадым. Ал жалпы қазақ тіліне деген қызығушылығың қалай артты? Сол туралы айтсаң. Қызықшылығы. Біріншіден, мен әпкем қазақша сөйлейді. Біз екеуміз отбасында тек қана қазақша сөйлейтін адамдар. Сондықтан бұл өте қуанышты. Кей кезде қазақша құпия аласамыз. Солай ешкім бізді түсінбейді. Екеуміз тек қана сөйлейміз. Қазақша білудің тағы қандай артықшылықтар болды өміріңде? Мүмкін кей кезде мен ересектермен қазақша сөйлесе аламын, олар өте риза болады. Олар ұнатады мен қазақша сөйлейтінін. Олар тағы да сол себеп мені өзінің балаларына себеп сияқты қояды. Кей кезде қазір қазақтар қазақша сөйлемейді ғой. Солай олар айтады, міне қараңдар, осы орыс бала екен ғой, ол қазақша сөйлейді, неге сендер сөйлемейсіңдер? Сосын олар үйрене бастайды. Мен ұнатамын, маған айтады деп, сен арқылы қазақ тілін оқи бастадым, солай. Мектептегі сүйікті пәндерің қандай? Мен математиканы жақсы көремін. Қазақ тілі де ұнатады, жоспарларды, соның барлығы. Жаттау, оқу, бұл өте қызықты. Және физиканы ұнатамын. Жақсы. Ал осы пәндер олимпиадаға немесе жарыстарға барасың ба? Мен әр жыл бойы қазақ тілі олимпиадаға қатысамын. Және тағы да мен биыл 1000 бала конкурсқа қатысқан болғанмын. Сол жерде жеңімпаз болдым. Ал бұл конкурс не туралы соны айтып өтсең? Бұл конкурс негізінде сол жерде өнерлерін әр бала Қазақстанға арналған өнерлерін көрсетеді. Мысалы, кейбір балалар домбырада ойнаған, кейбір өлеңдерді айтқан, ән айтқанда. Тағы кейбір балалар қара сөздерді айтқан. Мен мысалы Абайдың өлеңдерін жақсы көремін, оларды оқып жаттағанмын, соларды айтқан. Жақсы, жаңа Абайдың шығармашылығын ұнатамын деп қалдым. Одан бөлек қандай қазақтың ақын жазушыларын білесің? Қазақша кітаптар оқисың ба? Рас айтсам, мен қазақ кітаптарын оқымаймын, тек қана кей кезде бізге беріледі үзінділер, соларды сосын интернетте немесе өзінің үйдегі бар кітаптарды тауып, олардың толығын оқимын. Солай қызығамын. Тағы не айтайын? Шығармаларды оқимын кей кезде қайтадан үйде. Оларды мазмұнын сосын айтамын анаға, ол ешіне түсінбейді, бірақ күледі. Құнанбаев, Міржақып Дулатұлы, Шәкәрім Құдайбердіұлы. Жақсы, ал сендердің мектептерінің Шәкәрім атындағы гимназия, ол өзің мектебің туралы айтып бер бізге. Или айтпайсың ба? Өз мектебім туралы кішкене білемін. Армандарың туралы? Жақсы. Жақсы, ал болашаққа қандай жоспарларың бар, қандай арман мақсаттарың бар? Мен болашақта сәулетші болғым келеді. Қазір мен суретті өте жақсы оқимын. Оны сосын маған тапсыруға, емтиханға болу керек болады. Тапсыруға керек болады. Сондықтан кішкенеден сурет салып дайындалып жатырмын. Ал бұл мамандыққа қызығуыңа не себеп болды? Мен анам сәулетші, мен ол қалай жұмыс істеп жатқанын қарап, маған өте қызықты болады. Кей кезде мен оның жұмысында боламын, сол жерде ол талап көрсетеді.
Ал саған қай қаланың сәулеті көбірек ұнайды? Алматының сәулеттілігі өте тамаша. Егер шетті қалалар туралы айтсақ, маған Санкт-Петербургтың сәулеттілігі ұнайды. Ал болашақта қай қалада оқығың келеді? Алматы немесе Астанаға түсейін деп жатырмын. Ал бос уақытыңда немен айналысасың? Бос уақытымда мен кітаптар оқимын, ойындарды кей кезде ойнаймын, далаға шығып, достармен сөйлесемін. Қосымша қазақ тілімен айналысамын тағы, себебі менде кішкене жоспарлармен қиындылық болады, сондықтан қайталаймын үйге келіп, репетитормен. Ал басқа қандай хоббиің бар? Спортқа қызығушылығың бар ма? Мен бұрын хоккей ойнағанмын 10 жыл бойы, бірақ қазір уже біттім, себебі қазір мен оқуға дайындалып жатырмын. Себебі мектептен кейін түсем ғой сәулетшілігіне оқуға, сол жерде маған көп дайындық керек. Ал хоккейге қызығуыңа не себеп болды? Қандай артықшылықтары бар ол спорттың? Артықшылықтар. Мен бұрында кішкентай болғанда, бұл мен қалай қызықтым хоккейге. Мен үйде жүргенмін, тоқтадым. Мен анам әкеммен теледидарда спорт қарады. Сол жерде хоккей матчы болды. Мен қарап өте қызықтым, себебі бұл өте кішкентай орын футболға қарағанда. Және де олар соншама тез жүрген, пас ойнап, маған топтық жұмыс өте ұнады, сондықтан мен хоккейге түстім. Жақсы, ал бізге отбасың туралы айтып берші, қандай ерекшеліктері бар? Біздің отбасында бізде әр отбасы мүшесі тілдерді жақсы үйрете алады. Мысалы, менің әпкем, ол қазіргі таңға ол 7 тіл біледі. Оның орында қазақ тілі тұр, я. Тағы менің анам бұрын ол білген қазақ тілін, бірақ практика болмағандықтан ол ұмытып кеткен. Бірақ біз қазір сөйлегенде ол кей кезде түсінеді онай сөйлемдерді, бірақ ол өзі сөйлей алмайды. Түсінеді, бірақ сөйлей алмайды. Ал сен қанша тіл білесің, жалпы тіл үйренуге қызығушылықтар? Мен негізінде математикаға қызықтамын, бірақ мен 3 тілін білемін: ағылшын, қазақ тілі мен орыс тілі. Ал бос уақытында отбасымен көбірек өткізесің бе? Иә, біз жексенбі күні жиналып, теледидар бірге көреміз. Ал бала кезіндегі ең бір қызықты сәттер есіңде ме? Бір оқиға. Қызықты оқиға? Иә, менде қызықты оқиға қалай мен қазақ балабақшаға түстім. Себебі біріншіден менің әпкем ол орыс балабақшада оқыған, бірақ ол бір күні ауырып, оны балабақшадан алып тастады. Орын болған жоқ орыс балабақшаларда, сондықтан ол қазақ балабақшаға түсті. Сол жерде 2 ай болып, ол қазақша сөйлей бастады. Ата-аналар өте ұнады бұл оқиғаны, сондықтан мен бірден қазақ балабақшаға апарды. Сол жерде мен де оңай қазақ тілінде сөйлеуге бастадым. Ал қиын болған жоқ па басында түсіну? Басына түсінген жоқпын, бірақ мен қазақтардың арасында болғандықтан қазақша сөйлей бастадым. Жақсы, ал кішкентай кезінде қандай армандарың болды? Сәулетшілік туралы мен балалық шақтан армандаймын, сәулетші болу. Тағы да хоккей туралы мен ойладым, мен хоккеймен толық өмір айналысамын, бірақ енді біттіргеннен кейін қазір түсінемін, кішкене кей кезде үлкен түседі, есіне қалғанда, келгенге менде арман болған деп хоккейші болу. Құрметті көрермен, осымен сұхбатымыз тәмам. Әңгімеміздің соңында
Виктор Абайдың бір өлеңін оқып бермекші. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуретеді ішіне қылық сақтап, өзіне сен өзіңді алып шығар, еңбегі мен ақылын екі жақтап. Өзіні сенгіштікпен әуретпе, құмарпаз боп мақтанды қуып кетпе, жұртпен бірге өзіні қосалдасып, салпылдап сағын қуған боймай етпе. Қайғы келсе қарсы тұр, қылай берме, қызық келсе қызықпа, оңға қайырме, жүрегіне сүңгі де түбін күзде, соннан тапқан шын асыл тастай көрме.